Физика қорытынды аттестаттау 7-ші сұрақ. Тұрақты көлемде ауа қысымы 50 килопаскалдан 80 килопаскалға дейін артса, онда оның температурасы, яғни қалай өзгереді? Бұл тұрақты көлемдегі, яғни процесс температурамен қысым мен температура арасындағы өзгерісті біз жазамыз. Берілісін жазып алайық алдымен. П1 бізде 50 килопаскаль. П2 80 килопаскал. Яғни изохоралық процесс болғандықтан біз көлем тұрақты. Енді идеал газ күйінің теңдеуін жазамыз. П1 бөлінген Т1 тең П2 бөлінген Т2. Температурасының өзгерісін табамыз, яғни Т2 бөлінген Т1 табамыз. Так, пропорциямен көбейтек. П1 Т2, П2 Т1. Онда Т2 бөлінген Т1 бізде тең болады. П2 бөлінген П1. Орнына қояйық. П2 бізде 80. Килопаскаль бөлінген 50 килопаскаль. Сонда бізде бұл тең болады 1,6-ға. Яғни А жауабы дұрыс болады.